30 gün oyun 40 gün toyu meyramı Töredey küttüp törünün ketpey meymаны Домбыра берсең дудар айлатып біздің ел Әудемей тұғын қазақ жоқ елде дейді әлі Бізбен бірге әзілдеңіз ән салыңыз келіңіз Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі Алтаулы сайты қонақтан күткен кәдені Қазақы қалжың, қазақы ән жыр әдемі Шай алыңыз, апа. Жомарт қайда жүр? Білмеймін, апа, бір жерге кетті. Bir жердің аты бар ма? Білмеймін ғой, апа, айтпады. Балалар қайда жүр? Олар да бір жерге барып келеміз деп кетті. Не деген бітпейтін бір жер? Әлде маған білуге болмайтын жер ме? Апа, білмеймін ғой. Жолға шыққан адамнан қайда барасың деп сұрама, жолын жабасың дей ма? Сосын сұрамадым. Дұрыс, сен сұрама. Бірақ Жомарттың қайда жүргенін біліп отыр. Апа, мен қалай білем оны? Ей, аңқаумай. Сендердің бір-біріңді ыммен түсінетін кездерің жетті ғой. Баяғыда шалымның қайда жүрген, кіммен жүрген, не ішіп жеп отырғанын, нешеде келетінін үйде отырып-ақ біліп отырушы ем. Құдай бай десеші, иә. Апа, енді... Ендіңді қоя тұр. Ана Жомарт бүгін қандай күн екенін ұмытпадым екен? Я, апа, ұмытқан жоқ, біледі ғой. Балаңыз сондай ақмақ дейсіз ба? Ұмытпаса дұрыс. Қазір өзі жақсында жаманда тез ұмытып кететін шығарды ғой. Құдай май, ұмытпаса дұрыс болды. Немене мынау шай? Әппақ сұп-суық болып кеткен не? Былай тұршы өзің құяйын. Қызылдау қылмайсың ба кішкене? Апа, енді мынау Жарайды. келін түскелі шай құюды ұмыта бастаған ба? Ояба. Қарай көрі бұны 2 ай болған жоқ келін алғаныңа. Шай қойды ұмытып қалдым де. Былай тұр, кәне. Апа. Шық, тұр, бол. Көп сөйлеме. Ой, құдайдың құдіреті-ай. Ай, бісміллә. Ал. Апа, Қазір тоқта. төрге отырып алдым ғой. Отыр, мен отыр деп отқан. Міне. Ай, жарығым-ай. Ұмытып қалдым да шай құюды. Апа, Менің тоқта. Менің келін алғаныма қанша жыл болды? 25 жыл болды ғой, апа. 25 жыл. Мен не ұмытпай? Қарай көр мұны. Ұмыттым деп. Кешіріңіз, апа. Жарығым-ау. Баяғыда енем марқым айтып отырушы еді. Келінге келін болсан ғана жағасын деп. Бәрін көзің ұмытсаң ертең келініңе нені үйретесің сен? Айтшы, не үйретесің? Армысыздар, бармысыздар, бейне бір жауатың қармысыздар, қалайсыздар? Амансыз ба, апа? Шүкір. Ой, өлеңдетеді ғой. Мәссаған, апа, шай құйып отырғаныңыз не? Не бопты? Шай құйса қолым бар, қуатым бар. Тамақты да өзім істейм, кірімді де өзім жуам. Онда тұрған не бар екен? Әлде мені санаттан шығарып тастадыңдар ма? Жоға, апа. Айгүл тәте, енеңіз келіп қолыңыз зарып қапты ғой, Ай, болды. Қарай көр, мына Айгүлжан шай құюды ұмытыңқырап қапты. Соны есіне салып отырмын ғой. Мәссаған, Айгүл тәте, шай құюды ұмытып қалғаныңыз не? Оныңыз дұрыс болмапты енді. Кесені аласыз, ішіне сүт құясыз, қызылын аздау, суын көптеу қылып құясыз. Болды, сол да қиын боп па? Қоя тұршы. Келінжан, сен тегі ақыл айтып бастадың ғой маған. Мене сондай бір ұмытып қалды деп тұрсың ба? Әлде шайдың қалай құятын ретін білмейді дейсің бе? Қызығы. Одан кейін сенің айтып тұрған дұрыс емес. Апам ақ су емес шай ішеді.
кәдімгі қызыл шайды жақсы көреді. Айгүл тәте енді қонаққа барғанда бәріміз қою қошқыл шай ішеміз ғой. Мен үйдегі рецепт айтыппын ғой. Жа. Ой, тоба. Енестен аумай қалған қарыш бұның. Кел, отыр. Бір келінге құйып бердім не шайды, екі келінге құйып бердім де кел. Төрлет. Апа, мен қазір келем, я? Үйге тез барып келе қойын. О, сұмдығай. Зу-ай, тура аумаған елесі. Келін ененің топырағынан деген осы шығар. Апа, Ау. өз орныңызға отырыңызшы, қоюлап, әдемілеп өзім құйып беремін. Апа. Әй, жарығым-ай. Іше берсе іш қайтесің. Мен сендерге қашанғы шай құйып берер дейсің. Ертең менің шайымды сағынасыңдар ғой. Апа. Дастарханымыз өнердің жарқын әлемі. Құралай! Сен сонша айғайлағаның не? Есің дұрыс па? Әлде қаладағылардың бәрі солай айғайлай ма? Құралай, мен сенімен қуанышымен бөлісейін деп келсем, сен тіпті тыңдағың да келмейді. Ой, ренжіп қалған не сенді? Жарайды, мен сөйлей берем ғой, не? Атам қазақ айтады ғой енді. Ешкі не жемейді, адам не демейді деп мен айта берем ғой. Не айтқың келбеді? Қызық әңгіме ма? Бүгін? Я, бүгін. Бүгін? Сондай керемет күн, я? Бүгін жексенбі ме? Бүгін сәрсенбі ғой, оның несі керемет? Ой, Құралай, не деп кеттің? Бүгін Марат екеуміздің үйленгенімізге 2 ай болды. Сосын? Бақан да 2 ай болды. Содан? Сен осыны айтайын деп пе? Үйленгенімізге 2 жыл болса да жүрміз ғой? Енді сен ол сен, мен ол мен. Ойбай, егер осыны айту үшін ғана шақырсаң, мен кете берейін, я? Маған түк қызық емес. Тоқташ, Құралай. Құралай, Я? сен емес, мен бірінші кетем. Мә? Осы қалалық сылқым бар ғой, ауылға келін болудың не екенін әлі үйренбеген ау. Осыны Айгүл тәте естісе бар ғой, көрерміз кімнің қуанатынын. Дастарханымыз өнердің жарқын әлемі. Апа, өзім қояйыншы шайды. Жарайды. Айгүл, Келе жатыр. Келді ма? Ай, жарығым, құлыным. бүгін бір ерекше күн, апа. Ай, құлыным, жарығым. Келдің ба? Бүгін бір ерекше күн. Ай, жарығым. Бүгін келініңіздің туған күні, апа. Ал, Айгүл, гүл саған. Туған күн құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын. Аспаның ашық болсын. Ең бастысы ауырма. Рахмет, Жөке. Құдай-ау. Гүл алмағалы қашан. Несін әуре болдың? Қымбат тұрады екен. 5000 қалдым. 5000? 5000-ға. Мәссаған. 5000-ға гүл алғанша бір қабын алмадың ба, Жөке? Ой, осы әйелдерге бір сыйлық жасайын десең де жақпайсың ал. Дұрыс па, апа? Айтыңызшы. Не айтайын? Енді мынау, әйелдердің тілін табу қиын дегенді, апа. Гүлді қоя тұршы. Бер қара сен. Мананы қара. Әй! Мынау саған. Мәссаған. Қап, мынау ыңғайсыз болды ау, Әкел. Сүйір саусақты. Апа, негіз анау жетпейді, мынау жетпейді деп жылай береді екенбіз ғой. Жыласақ жүре беретін түріміз бар. 40-тан асып 50-ге де кеп қалдық. Өмірі осы келініңізге бір сыйлық сыйламаппын ғой. Қойшы, Иә. сыйламапсың ба? Ұят болған екен. Енді анау ұсақ түйек, сыйладық қой. Сыйлықтар болды ғой енді, ұсақ түйек. Апа, қараңызшы. Тура жадыран күндей. Апа, ана Айдынның әйелін айтып тұр ғой, асаба Айдын бар ғой соның, жадыра деп. Апа, осы біз кімнен кембіз? Кеш ойландым, ар ойланды, бер ойланды. Қайдан шықса, онан шықсын дедім де барып сатып әкелдім ғой. Дұрыс па, апа? Дұрыс қой.
бәрі дұрыс. Қалмаңдар. Ешкімнен қалмаңдар. Ят болды ғана Салима саудагерден қалып қойдыңдар ғой. Ол зуылдап тұрып көлік мініп жүр. Келесі туған күніне көлік алып бер. Әперем, апа. 2 әйелім бар ма еді? Жалғыз әйелім. Осыған әпермегенде кімге әперем? Дұрыс па, апа? Айттым ғой, дұрыс, өте дұрыс. Құтты болсын деп. Рахмет, апа. Апа, Апа? Не, шайыңызды ішпедіңіз ғой. солда мәселе боп па? Шөлдесем ішем, қайнатып ішем өзім. Шайымды қойып ішем. Ой, бісміллә. Апама не болды? Білмедім. Өзі ауырып жүр. Білмедім не болған. Апам туған күніне талай сыйлық сыйладым. Гүлді әкеп бердім. Жөкі, сен де қызықсың. Өзің ойлаш. Маратжан, менің көзімше келінге бір сыйлық жасаса, мен де іштей бір түрлі болам ғой. Сондай нәрсе ғой. Оның үстіне сен де қызықсың, жаңа мына Сақинаны не қылып бір ыңғайсыз болып қалды. Апам көзінше ме? Не, Жөке. Ей, менің қара шалмам. Жаным, рахмет саған. Жолыңыз болсын, апа. Жолыңыз болсын деген не сөз? Енді бір жаққа жолға шығып бара жатқан шығар деп ойлағам ғой. Еш қайда бармай. Мына Айгүлдің үйіне бар 1-2 кесе, болмаса 3-4 кесе шай ішемде келем. Дұрыс болған. Айгүл тәтенің бүгін туған күні ғой, білесіз бе? Ой. Бүгін туған күні ме? Иә. Мәссаған, мен ұмытып кетіппін ғой. Енді болмағанда құр қол баратын едім е? Оған енді не апарсам екен? Еш нәрсенің реті келмей тұрғанын қараша. Ту, апа. Бара берсеңші ана Бағила сияқты. Қой, ұят емес пе? Сіз былай айтыңыз. Келесі жолы менің туған күніме келген кезде, сен де құр қол келе сал деңіз, бұл. Тайтар, не деген ақыл бұла? Толып тұрған. Ұят болады. Сіз онда былай істеңізші, апа. Маған 1000 теңге беріңіз, мен дүкенге барып келе қояйын, иә? Сөйтесің бе? Иә. Онда сөйте ғой. 1000 теңге берейін шынымен де. Жаңа нем қайда менің? Бірақ, апа, енді мына 1000 теңге деген сәл нелеу емес пе? Нелеу емес пе? Енді құдай қосқан көршіңіз, үй арасында үй жоқ. Бұлай 1000 теңге деген ұяттау болып қалмай ма деп жатқан ғой енді. Ай, шынымен де ұяттау болады. 1000 теңгеге не келеді? Ойыншықта келмейді ғой. Дұрыс айтасың. Жарайды, ана 2000 теңге берейін, е? Түш, апа. Не болды? Түш деп миды ашып жібердің ғой. Той енді бұлай өзіңіз ойланып, пайымдап қарасаңызшы енді, апа. Қайда қарайым? Не? Енді Айгүл тәте сіздің көршіңіз ғана емес қой. Екеуіңіз құрдассыздар, мұңдассыздар, сырлассыздар, сыныптассыздар. Енді айта берсе көп қой. Жарайды, болды, тоқта. 5000 теңге берем. Сыздар үшін 5000 теңге берем. Болмайды енді. Мә, саған 5000 теңге барып осыған бір зат алып кел. Е? Апа, Не, апа? Не қып тұрсың, бар алып кел. Байқан ақшаны түсіріп алма. о, бәле. Ақыл айтып нең бар еді, Құралай? Сол 1000 теңгені алып кете беру керек еді. Ай, қапты енді не істей ма? Тоқал ешкі мүйіз сұрайым деп сақалымнан айырылды деген осы ғой. Қой, мен қалған құтқан миымды оятып бір нәрсе ойлап таппасам болмас. Қой. Hoppa. Ай, бұл қайсың? Тапсаң сыйлық бар, таппасаң құр қаласың. Маратжан, сен бісің? Қайдағы Маратжан? Мирас, Құралай, амансыңдар ма? Қош келдіңдер, түрлетіңдер. Ой, рахмет. Кел. Түрлет, қайдан жүрсіңдер?
Амансың ба Айгүлжан, қалайсың? Бәрі жақсы ма? Қайдан жүрсіңдер? Сен туған күн деп келіп, Рахмет, рахмет. таң атты. Бала шаға аман есен. Шүкір, бір аманшылық. Ай, қараш Құралай, Айгүлді, бір өзгермеген ғой. Соны айтам, әлі қыздай. Сен мұз жейсің ба? Өзгермейін деп тұз жейсің ба? Қошым әке. Қайдағы қыз, Құралай. Мен қазір енемін ғой. Енеңнің түрін қара. Ене деген ет жеңді, балпиған, бәйбіше сияқты жүретін еді. Бұл деген сыптай. Ой, керемет. Далаға шыққанда абайла. Біреулер жас қыз деп алып қашып кетпесін. Ой, қойшай мирас, осы мирасының қалжында ешқашан бітпейді. Асыра сілтеп жіберген жоқсың ба? Қой. Шай алыңдар, шай. Ой, шай қандай керемет дәмді. Ей, қызда ене, туған күнің құтты болсын. Адам деген туған күнде осылай отыра ма? Той қайда? Жөкең қайда, Жөкең? Жомарт. Бір жерде балпаңдап жүрген шығар. Ай, Мирас, қазір Жөкең балпаңдап емес, көзі бақырайып, ау салпиып жүретін болған шаруалармен кетті. Шай алыңдар. Ай, Айгүл, өмір-ай. Кеше ғана жап-жас қыз жігіттер едік. Айтпа, Бүгін міне, ата ене болдық. Уақыттың зымырап жатқанын. Соны айтсаңдаршы, Құралай, Мирас, өмір деген зымырап өтіп жатыр. Мынау құстың тұмсығындай деп айтатын рас екен ау. осы Жомарт мектеп кезінде нанға май жағып алып келіп, баршамызды қызықтырып жеп отыратын осы. Осы мирастың қалжыңдары ешқашан бітпейді. Жоқ, шын айтам. Сондай болатын. Құралай әзілдер жарасып жүре берсін. Иә. Осы мирас үйде әрқашан Жөкенің қызықтарын таңертеңнен кешке шейін айтады да отырады. Құрдас дос деген сол ғой. Ұзағымен болғай Амин. достықтары. Амин. Осы Жөкең өте мықты жігіт қой. Бірақ Айгүлді қатты қызғанатын. Қасынан шыбынды ұшырмай қағып түсіретін. Әрине қалай қызған басқа, осында керемет әдемі сұлу қызда. Құдай жандарым, рахмет. Сендер өздеріңнің де жұптарың жазылмасын. Рахмет. Бала шағаларымның қызығын көріңдер, бірге көрейік. Аумин, айтқан келсін. Күліп ойнап жүре берейік. Рахмет. Осы Айгүл ауылда ең сұлу қыз еді. Қазір міне ең сұлу келіншек болып отыр. Алдағы уақытта да ең сұлу апа болуға тілектеспіз. Туған күнің құтты болсын. Аумин, Аумин, айтқаның туған күнің құтты болсын. Осы менің туған күнімді мирас ұмытып кетсе де, бірақ сіздердің екеулеріңіздің және Мараттың туған күнін ешқашан ұмытпайды. Таңертеңнен Жөкенмен Айгүлдің шаңырағына барайық. Айгүлді туған күнімен құттықтайық деп басымды қатырды. Аумин, рахмет. Алла ниеттеріңе берсін. Сол, біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Жөкең екеуіңіз бақытты болыңыздар. Аумин. Туған күніне бізден бір қой сіздерге. Иә, Және бір ән болсыншы. әрине, жақсы. Олай болса сенің құрметіне бәрінен де сен сұлу деген әнді қабыл ала қой. Рахмет. Бәрінен де сен сұлу. Ай, рахмет жаным, рахмет. Жаз күнінде жайнаған бастапқыдай жер сұлу, аққу қаздар тойлаған айдын шалқар көл сұлу. Өзгеден де ең сұлу, өмірлік дос ең сұлу, өзің сен ұнатқан, бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Өзгеден де ең сұлу, өмірлік дос ең сұлу, өзің сен ұнатқан, бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Нұрын төккен қырмызы, аспандағы күн сұлу, жымың қаққан жұлдызы, айлы кеште түн сұлу. Өзгеден де ең сұлу, өмірлік дос ең сұлу, өзің сен ұнатқан, бәрінен де сен сұлу,
еңі тамаша, ал мінезде жар сұлу, таңданарлық қараса, талай абзал бар сұлу. Өзгеден де ең сұлу, өмірлік дос ең сұлу, өзім сен ұнатқан, бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Өзгеден де ең сұлу, өмірлік дос ең сұлу, өзім сен ұнатқан, бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Дастарханымыз өнердің жарқын әлемі. Әй, бұлай болмайды. Ай, дұрыс болды. Қалай, дұрыс болды ма? Жөке, ар жаққа қой. Ей, тұра берсін осында. Үй жоқ ана оң жағында деміп тұрады. Қойшы. Мына жерге ма? Әй, сен. Әй, бұлай қалай болды? Бұлай дұрыс па деймін? Сол дұрыс. Жөке, Ау. осы құралай мен мирасты айтам. Жақсы адамдар, ә? Аңқылдаған, арамдығы жоқ. Бала күнгі досым ғой. Туған күніме бір қой атап кетті. Қой? Қойда қымбат қой қазір. Бірақ сен оларға ет аспадың ғой, ұят болды. Туш. Ой, бір жапырақ ет саласың, нен кететін еді? Ту, Жөке, мен бір ет Амансыздар ма? қызғанғанда. Қалайсыздар? Көп жаса, бақытты бол, алтыным. Бақытты болайын. Не бұйымтай? Әлгі. Енді мынау Алатау кейде қарлы, кейде қарсыз болады дегендей. Ер жігіт бірде малды, бірде малсыз болады. Жаным ау, соны айтуға келдің ба, Келінжан? Жоқ, Айгүл тәте. Не ғой енді мына байлық қолға ұстаған мұз секілді. Енді бақыт ұзатылған қыз секілді. Енді мына өмірдің мәні сіз бен біз ғой, иә. Келінжан, өзің не деп кеттің? Тоқетерін айтшы енді. Енді алыстағы Айсұлу тәтеден жақындағы Жомартаға жақын десем, түсінем екенсіздер? Жоқ, былай айтайын. Көрші ақысы, тәңір ақысы десемші. Ой, келін зуылдап тұрсың. Жөке, Ау. кітапты көп оқисың ғой, мен мына мақал ма, өлең ба түсіне алмай тұрмын. Айгүл тәте, қысқасы бар ғой, азын аулақ ақша бере тұрасыздар ма қарызға? Қатты керек болып тұрады. Айгүл тәте, енді сіз, жоқ, Жомартаға, сіз адам жан жақсы түсінетін едіңіз ғой, иә. Енем ылғи айтып отырады, жүрегі жұмсақ адам деп сізді, иә. Енең айта ма? Иә, жақсы адам деп мақтап отырады ылғи да. Онсы, о, дұрыс. Айналайын, жаңа сен Алатау бірде қарлы, бірде қарсыз дегеннен ақ түсініп қойған. Қанша керек? Осы сөз еді ғой бағаным беркіп тұрғанымға. 10 мың теңге көп емес. 10 мың? Иә. 10 мың ғой, 10 мың шықпайды ау, Келінжан. Айгүл тәте, енді былай қанша бере аласыздар? Бұның игілігін сіздер де көресіздер. Айгүл тәте, қызығын өзіңіз көресіз сосын, иә. Түк түсінсем бермасын. Ненің қызығын көрем, қалай? Сосын өзіңіз түсінесіз, Айгүл тәте. Бер енді. Рахмет, Жомартаға. Жарайды. Келінжан, негіз мынау қарыз деген жаман. Иә. Жақын адамдардың арасын алыстатып жібереді. Шынды өтірік қылып жібереді. Енді... Иә, білем ғой, Айгүл тәте. Сіздер сондай жақсы адамсыздар, мен сіздердің қарыздарыңызды кешіктірмеймін. Қорықпаңыз. Сіздер сондай жақсы адамсыздар ғой, сіздердің қарыздарыңызды әрдайым уақытында береміз. Ана Ақмарал деген көрші келіншек бар, сол нашар адам, оны кешіктіруге болады енді сол. Иә, кешіктірмеймін, уақытында беремін. Ер жігіт бірде малды, бірде малсыз деген осы. Қой, суды қосайын. Дастарханымыз өнердің жарқын әлемі.
сенге бермеймін. Ай, Жұпар, қалайсың, амансың ба? Кел отыр. Иә, Айгүл, айналайын, асыл көршім, ақыл қосар ақылшым, жанымды түсінер сырласым, мұңымды айтар мұңдасым, жағаласып туған құрдасым, алтыным. Туған күніңмен жаным. Рахмет. Туған күнің құтты болсын, сиырларың сүтті болсын. Аумин. Қысқасы, бүкіл жақсылықты тіледім өзіңе. Аумин. Айтқаның келсін. Бірақ бар ғой, Жұпеке. Сен Мынау- неге бүгін таң атқалы келмейсің? Тұра тұр. Мынау менің сыйлығым саған. Қандай әдемі. Рахмет. Рахмет. Сен таңертең неге келмедің? Мына үйдің іргесінде тұрып, көрші тұрып келмегенің ме? Ана көрші ауылдағы Мираспен құралай кеп кетті. Орынды, өте орынды, Айгүлжан, орынды. Қандай реніш өкпең бар, бәрін айтып ал. Мен қазір ақталуға тырсам. Қой, қайдағы өкпе? Саған өкпелемеймін ғой. Негізі таңертең келіп құттықтағым келген. Құр қол келгім келмеді. Ар ойландым, бер ойландым. Өзімнің Айгүлім ғой. Бара салайын, кейін сыйлығым бере салам ғой деп ойладым. Көңілім соқпады. Мына дүкеннен қарыз ала салайын десем, бермейді. Сонан соң не істеймін? Айналайын ана мен келінім жақсы ғой негізі. Жақсы ғой сенге. Алтын ғой. Оның шешпейтін нәрсесі жоқ қой. Ойлап таппайтын нәрсесі жоқ содан кейін. Ақша керек десем, бүкіл ауылда алты айналып, қарызға ақша тауып келеді ғой. Бүгін айта салғам, білмейм кімнен қарыз алған, 10 мың теңгеге мынаны алып кетті. Қойшы, 10 мың теңгеге дейсің бе? 10 мың теңге. Айгүлжан, айналайын, сенен аяғанды ит жесін. Сенен еш нәрсе аямаймын ғой. Тағы бір шумақ өлеңім бар. Өлең? Иә, өлең. Сенің ондай да өнерің бар ма? Бар ғой, сиясы кеппеген. Қазір оқып берейін. Айгүл көршіме. Құрдасыма, мұңдасым, сырласыма, ақылшыма, қысылғанда қолдаушыма, адасқанда жолдаушыма. Негізі адасқанда жол көрсетушіме деп жазғым келген. Бірақ енді ол ұзақтау болып кетеді, мен жолдаушыма деп қысқарта салдым. Оның үстіне ұйқасы келіп тұр. Жолдаушы, қолдаушыма, құрбыма. Болды ма? Жоқ, бұл кіріспесі. Ары қарай тыңда. Құдай, сенің өлең шумақтарыңды анау көше мана басына басталады екен. Тыңда. Уа Айгүл, айналайын, жақын құрбым. Өзіңе өлең арнар ақын құрбың. Өмір жасың ұзақ болып аман жүрші. Басыңнан таймасыншы, бағың құрбым. Аумин. Әр қашан жолың болсын жортқанда. Өзгерме мол байлыққа жолыққанда. Ұзақ жаса білдің бе? Өтінемін. Тыңдамасаң өлтіремін. Өліп қалма. Қалай? Жұпар, сенің өлтірем, өліп қалмағың қалай кетті? Енді бұл ақынның өтініші ғой. Саған айтып тұр, ұзақ жаса деп тұр. Егер ұзақ жасамасаң, өлтірем деп тұр. Көрдің бе? Қызық екен. Білмеймін. Мынау саған. Рахмет. Рахмет. Айгүл? Көңіліңе ниетіне рахмет. Мына сенің қасықтарың ішіне салып қойайын. Айгүлжан, сен онда кешке торт алып қой. Жақсылап отырып шай ішейік, е? Ал мен кеттім. Қош. Қош. Ой, қош сеппін ғой. Кешке күтем, кел. Ай, Жұпарым, ай, мінезім мен сенің. Дастарханымыз өнердің жарқын әлемі. Апама құйшы. Әрине, шай аңсап. Рахмет. Балалар келе жатыр. Ой. Құлындарым, қайда жүрсіңдер? Сәлеметсіздер ме? Көп Қалайсыздар? жасар. Бүгін біз үшін ерекше күн. Иә, қандай ерекше күн? Міне торт. Бүгін біздің Айгерім екеуміздің үйленгенімізге тура 2 ай болды. Мына торт біздің мерекелік күніміз үшін. Ауыз тиіңіздер. Жүгірмек ау. Сонда сендер ай сайын 1 ай, 2 ай, 3 ай болтап тойлай бересіңдер ме? Ой, апа, енді сіздер ондайды түсінбейсіздер. Қазір заман басқа. Қайда? Адам әр күнін мереке қылу өз қолында. Сондықтан бүгін біз үшін
Мереке. Я Айгерім. Апа, қазіргі жастар басқа ғой. Құтты болсын, не болса да. Рахмет. Құтты болсын. Рахмет әке. Бүгін негізі одан да маңыздырақ күн өтті. Қандай? Анаңның туған күні ғой бүгін. Мәссаған, мен ұмытып кетіппін ғой. Қап, анашым, жан анашым, туған күніңізбен. Кешіріңізші, анашым. Апа, мен білген жоқпын. Білсем, қазір мында сіздің мерекеңізді тойлаушы едік. Кешіріңізші, апа, туған күніңізбен. Қалай ұмыттың? Рахмет. Соңғы кезде сен өзі бір басқаша болып жүрсің. Адам анасының туған күнін қалай ұмытады? Жігіт емессің бе? Қараш, көңілі түсті де қалды. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген дұрыс па, апа? Кешіріңіз әке, айыптымын. Апа, кешіріңізші. Енді өзің кішкене ойласашы. Басқа емес, анаң ғой. Жа, жеттер. Қалай ұмытуға болады, апа? Анасы ғой. Сен балам маған мынаны айтшы. Туған күн деген жақсы әрине. Жақсы ғой. Сенің келіншегіңнің туған күні дұрыс. Бірақ сен маған мынаны айтшы, бүгін қандай күн? Бүгін Айгүлдің туған күні. Ой, Құдайым ай. Иә, сенің келіншегіңнің туған күні. Сосын қандай күн? Қандай күн? Әкеңнің кеткен күні. Сендерге Құран оқы, мал сой деп айтпаймын мен. Бірақ ең болмаса шелпек пісіріп, жет шелпек пісіріп. Еске алу да қолдарыңнан келмеді ғой. Туған күн той деп жүріп. Осы ма? Жеткен жерің сенің балам. Қайтейін, ай. Апа. Қайтейін. Құдай ұят болды ау. Қалай ұмытып кетті? Қалай ғана есімізден шығып кетті. Апамның ренжігені дұрыс екен ау. Ана мирастен қой берем деді ме? Иә. Қой барып алып келейін. Апа, кешіріңізші, туған күніңізбен. Рахмет. Келінжан, сен бар нан ашты, шелпек пісірейік. Жақсы, апа. Кешіріңізші, апа. Дастарханымыз өнердің жарқын әлемі. Айгүл. Апа. Аға, бауды қатырыпсыздар. Кім келді? Жұбаныш балаңыз. Амансыз ба, апа? О, жарығымның даусы ғой менің жа. О, амансыз ба? Алтыным, құлыным. Жақсы отырсыз ба? Амансың ба? Келе ғой жарығым. Жеңше саламатсыз ба? Амансың ба? Кел төрлет. Айналайын. Жоғаш, менің апам осы балалардың даусын бар ғой, ұйықтап жатып сезеді. Жүрегінің құлағы күшті ғой апам. Қайным, шағын. Жөке, Ау. мирастың қойы не болды? Қой берем деген жоқпын дейді ғой, ешкі берем деп айтқан дейді. Енді ешкі болса да мал қой алмадың ба? Жүрейін сол көшеде, ешкі суреті. Отыр, кел. Шайға кел. Ой, құлыным. Жарықтарым, құлындарым сол. Мен апамды алып кетуге келдім. Жүріңіз, апа. Қайда? Үйге? Ой, қой, апам өзімізге керек. Болмайды. Болмайды. Аға, енді мен де бір ұлымын ғой. Менің үйімде болса, не болады? Болмайды. Апам өзімізге керек. Бармайды апам, өзімізге керек. Қара шаңырақ қайда? Апам сонда. Иә. Жарығым, ай, маған қайтесіңдер таласып енді. Апама қала ұнайды. Одан кейін есіктің алдындағы апалармен де танысып алған, олар да сұрап жатыр. Сондықтан жүріңіз, апа. Апам ешқайда да бармайды. Қала деп қояды ғой. Иә. Апам барып отырсын сана. 4 қабырғаға қарап, 2 баланы қарап. Апа, шай ішіңіз. Рахмет бол. Бармайды. Ай, қайтесің. Бармайсың? Мен өзім білем ғой. Апа. Қайда тұрғым келеді, сонда барып тұрам. Bir күн осында, ертең қаладамын. Ай, мен өз еркім өзімде ғой шырағым ау. Екеуің де менің баламсыңдар. Жарайды, ағам.
жай өткенде апам барғанда үйдің іші толып тұратын сияқты еді. Қазір апам кеткен соң қаңырап қалғандай болып жүрміз. Сосын айтып жатқаным ғой. Дұрыс айтасың, бірақ енді апам кетсе біздің үйде босақ болады ғой. Иә. Бармайды апам ешқайда. Апа, өзің аман болшы. Аға, дұрыс айтасың. Апа, аман болыңызшы. Ой, Құдай. Дастарханымыз өнердің жарқын әлемі. Танылып тарыған пар әлем, таныған қалам бар дарқан жырым. Арайлап таң атқан шуағын таратқан далам бар жауһар нұрым. Тамырым ауылда, қанатым қалада, көкпен жер көріп берген. Ай мен күн алмасқан, ұрпақпен жалғасқан бақытты бар тағдырым. Ауылым шапағатым ай, астанам салтанатым ай. Өмірім махаббатым ай, махаббатым ай, махаббатым ай. Тағдырым ғаламатым ай, ұрпағым аманатым ай. Өшпейтін махаббатым ай, махаббатым ай, махаббатым ай. Ай, лай, 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 лай. Ай, лай, 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 лай. Лай, 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 лай. Ла, 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 лай. Ла, 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 лай. Өмірдің жолымен, көңілдің көгінен, қызықпен құмардалма. Ағайын туыспен, ынтыма, ғырыспен, шықтықпен шынарларға. Әрине тоқ көңіл талайдан өтті өмір мезгілсіз махаббаттай. Сөрінбей қалаған, аңсаған әр адам жетсе екен бір арманға. Ауылым шапағатым ай, астанам салтанатым ай. Өмірім махаббатым ай, махаббатым ай, махаббатым ай. Тағдырым ғаламатым ай, ұрпағым аманатым ай. Өшпейтін махаббатым ай, махаббатым ай, махаббатым ай. Ай, лай, 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 лай. Ай, лай, 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 лай. Лай, 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 лай. Ла, 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 лай. Ла, 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 лай. Ауылым шапағатым ай, астанам салтанатым ай. Өмірім махаббатым ай, махаббатым ай, махаббатым ай. Тағдырым ғаламатым ай, ұрпағым аманатым ай. Өшпейтін махаббатым ай, махаббатым ай, махаббатым ай. Ай, лай, 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 лай. Ай, лай, 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 лай. Лай, 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 лай. Ла, 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 лай. Ла, 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 лай. Ауылым шапағатым ай, астанам салтанатым ай. Өмірім махаббатым ай, махаббатым ай, махаббатым ай. Тағдырым ғаламатым ай, ұрпағым аманатым ай. Өшпейтін махаббатым ай, махаббатым ай, махаббатым ай.